түрлі жастағы көрермендерге арналған фильм. Марин және оның достары, мұхиттағы қызықтар. Теңіздің түбі басталды күн, біздің көңілді Марин жүрек жайнап. Достарға бара жүзіп, кеш батқанша жүрек ойнап. Тату бәрінен асыр жүгірген. Шытырман оқиға күтеді үнемі алда. Теңіздің түбі құпия, білуден қапы қалма. Күтетін не бар? Алға Алқанеке басты. Су астында түрлі қызық күтер. Бар қиындықтар бізді айналып кетер. Кеш батқанда аяқталар ойында. Ал ертесі достармен қосыламыз ойынға. Кан мырзаның өнер табысы. Балалар, біздің қаламыз ең таза су жүлдесінің марапатына ұсынылды. Алақай! Апай, қаламыз жүлделі болу үшін біз не істеуіміз керек? Ең бастысы қаладағы тазалықты сақтау. Және қалада жойылып кету қаупі төнген балықтар көп болса, көбірек ұпай қосылады, солай ма? Я, Лоджик, дұрыс айтасың. Меніңше Лоджиктің білмейтіні жоқ. Апай, сонда біз балықтарға қамқор болуымыз керек пе? Я, Альто. Шіркін, Аквавиль таза су жүлдесін жеңіп алса күшті болар еді. Қатып кетер еді. Қаланың жеңіске жетуіне біз қалай көмектесе аламыз? Естеріңде ме? Апай қала тап-таза болу керек деп айтты ғой. Қане қоқыстарды жинайық. Қоқыс жинау мен Кан мырзаның сырғанағында ойнасам ба деп ем. Әуелі қоқыс жинап, сосын ойнасақ та болады ғой. Алға! Ай, қызық. Қоқыс жәшігінде қоқыс болмап еді ғой. Бізде де, бірақ қоқысты сол жерге тастағанымыз есімде. Есіме түсті. Бізде де қоқыс болған жоқ. Лоджик, сен не айтасың? Білмейм, бұл туралы ойланып көрмеппін. Мынау не? Мен бұл мүсінді бұрын көрмеген сияқтымын. Неден жасалған екен? Металдан жасалған сияқты. Мәссаған, ол балықтарға арналған жеммен атады екен. Өте қызық құрылғы екен. Таймер балықтарға арналған жемді итеретін серіппені іске қосады. Мұны кім жасаса да балықты өте жақсы көретін болғаны ғой. Қайдағы бір балықтың жемін атқылағанша дәмді тағамдарды атса ғой. Альто, саған тауа жоқ екен. Ал енді сырғанаққа. Бүкіл қаладан мұншалық қалбыр ыдысты таба алмайсың. Бірақ оларды неге тастай салмайды? Уақыты жоқ шығар. Онда оған көмектесейік. Жарайды, мен сенен көп алам. Мен олай ойламаймын. Кит акуласы, теңіз пілі, алып үштаған. Мұнда осының бәріне құрып кету қаупі төнген деп жазыпты. Өйткені теңіз өте лас екен. Не, сен де жойылып кетемін деп қорқасың ба? Саған еш нәрсе болмайды. Бұл қаладағы су таза. Не, өз көзім сен алар емеспін. Ол кешеден бері осынша жеп тастады ма? Теориялық тұрғыдан мүмкін емес. Мұнда бір құпия бар. Қандай құпия? Енді оны Кан мырза ғана біледі. Міне. Бұл не тұрыс? Іске кірсек. Қоқысты көрсе, төрешілер не дейді? Мен сен тағы да жеңіп кетем. Жоқ.
Мына қалбырларды тасып шаршағаным-ай. Осының кесірінен терлерім де бүлініп жатыр. Сұмдық-ай. Ай, ал мына кітапты оқуға уақыт таппай қалдым. Бүгін Кан мырзаға бармаймыз ба? Ол жақта тағы қоқыс болсашы, көре салайық. Сен тағы да сол жаққа барғың келе ме? Жоқ, терім тозып кетті. Болды жетер, мен де бармаймын. Жоқ, қойыңдаршы, достар. Ол жақта енді қалбыр жоқ шығар. Ой, сұмдық қой. Сұмдық, қане жинайық. Менің қалбырларымды ұрлап жүрген қандай ұры десем сендер екенсіңдер ғой. Неге ұрлау керекпіз, біз ұры емеспіз. Не, қалбырларымды жасырын алып жүрген сендер болмағанда енді кім? Біз оларды ұрлаған жоқпыз. Біз тек сізге тазалап көмектескіміз келді. Қаламыз ең таза су жүлдесін жеңіп алу үшін. Я, біз қоғам игілігі үшін өз еркімізбен еңбек етіп жүрміз. Балдақталмаңдар, қалбырларымды қойып табандарыңды жалтыратыңдар тез арада. Марин және оның достары. Мүмкін емес, ол бізді ұры деді. Иә, мен сияқты сұлуды солай атауға бола ма екен? Ал мен ұры емеспін, данышпанмын. Бірақ біз бәрібір қалбырларды тазалауымыз керек. Ол бізге тағы ренжіп жүрсе қайтеміз. Гого дұрыс айтады, ол енді қалбырларын күзететін шығар. Менде бір ой бар. Менің қалбырларым, менің қазынам, менің қалбырларым, менің қазынам. Мына торт қайдан келген? Не, ол тірі ме? Ойнағың келеді екен ғой. Бірінші кезең орындалды. Әй, торт тоқта, мен сені жеймін. Қап, бір топ балық тортты жеп қойды. Альто, екінші кезеңге кірісейік. Екінші кезеңді бастаймыз. Қандай керемет бөшке. Оны да пайдаға жаратармын. Менің сүйікті бөшкем. Екінші кезең орындалды. Мынау әлгі сотқара Альто ғой. Сәлеметсіз бе? Бөшкені неге киіп алдың? Білесіз бе, бұл осында жаттығудың түрі. Я, бір, екі. Ақымақ, уақытын текке кетіріп жүр. Менің қалбырларым. Менің қазынам. Қатып кетті, енді оны қалпына келтіру орталығына апарамыз. Тағы да сендер ме, қане тоқтаңдар. Салып қалдық, қашыңдар. Достар, ол қалған сияқты. Демалайықшы. Жарайды, шаршап кеттім. Бізді ұстап алама деп қорқып кеттім ғой. Жоқ, біз азық бергіш мүсінді бүлдірдік. Беби, неге сонша айғайладың? Мынаны қараңдаршы. Қалбырлардан қолым тозып кетті. Қайран менің жұмсақ қолдарым, ай. Не істесем екен? Сенің қолыңның кесірінен мүсінді бүлдірдік. Енді не істейміз? Мұны жасаған адам қатты ашуланатын болды. Оны жөндеуге болар ма екен? Жалпы алғанда бұл мүлде мүмкін емес. Қане былай тұрыңдар. Ай, мына мүсінге бар өнерімді салған едім. Кан мырза, мұны сіз жасадыңыз ба? Мүмкін емес. Оны жасау үшін қалбыр керек. Марин, қане беріп жіберші. Не? Мұны қалбырдың көмегімен жөндейсіз бе? Сонда сіз қалбырларды осындай мүсін жасау үшін жинайсыз ба? Мүсініңіз сондай әдемі. Мен сияқты данышпанның өзі металды бұлай пайдалануды білмепті. Мұны жай ғана қоқыс деп ойласам, олай емес екен ғой. Кан мырза керемет. Қоқыс, естігенім қоқыс. Егер бір нәрсені тастай салсаңдар, онда ол қоқыс. Ал оны қайтадан пайдалануға болса, ол қоқыс емес, қазына. Түсіндік.
Кан мырза, сіз қоқыстан, яғни қазынадан бәрін жасай аласыз ба? Әрине. Шынымен бәрін бе? А, Рас па, біздің қаламыз шынымен де бірінші орын алды ма? Иә, мұны қазір ғана мэрдің өз аузынан естіп келдім. Менің ойымша, төрешілерге Кан мырзаны балықтарды азықтандыратын мүсіні қатынапты. Ол мүсін туралы естіген, бірақ Кан мырза жасағанын білмеппін. Бірақ өзі бәрібір бір түрлі ғой. Кан мырза, нағыз данышпан. Аха, Кан мырза, маған қалбырдан әуе шарын жасап бере аласыз ба? Оған мініп саяхаттар едім. Штаб пәтерге жертөле жасай аласыз ба? Онда менің зертханам болар еді. Ал маған гүлмен көмкерілген ханшайымның кимесі керек, тек ол өздігінен жүруі керек. Ал маған кәмпит атқылайтын мүсін жасап беріңізші, жарай ма? Ал маған тек жақсы түстер көрсететін төсек жасаңыз, әйтпесе жалғыз ұйықтауға қорқам. Алда, мен не сиқыршымын ба? Оларды жасай алмайым. Қойыңызшы, Кан мырза. Олай қашқақтамаңыз. Өтінем, өтінем. Сендерге еш нәрсе жасамаймын. Кан мырза, өтінем. Кетіңдерші, каш. Кетіңдер. Өтінеміз. Кет. 35-ші бөлімнің соңы. Фильм Қазақстан ұлттық телеарнасының тапсырысы бойынша аударылып дыбысталды 2017 жыл. Теңіздің түбі басталды күн, біздің көңілді марин жүрек